Ассалаумағалейкум достар, ютуберлікке жол екінші бөлімге қош келдіңдер. Және бүгінгі видео тақырыбын көріп тұрғандарындай, мен армияға кіретін боламын. Енді біз сразу кіреміз. Мына жақта Нижногородтан пайда болдым. /ММ деп жазып өзіміздің статистикамыз қарасақ, мен әлі екінші болып тұрмын. Управление транспортқа барып, өзіміздің задигімізді шығарып аламыз, загрузить етіп аламыз, және де керекті жерімізге барамыз. Ол қандай жер десеңіздер, /GPS пен қарайтын боламыз. Бірақ мен /GPS ақ істейтін боламын, потому что мен қазір квест деп жазамын, квест, и сол жақтан банковские услуги дегенді алатын боламын. Себебі банковские услуги тез оңай, әрі кереметтей көп ақша беретін квесттардың бірі. Оған 5000 рубль және де 1 XP беретін болады. Так что біз қазір банкқа қарай баратын боламыз. И міне көріп тұрғандарыңыздай банкқа қарай келдік. Енді көлігімізден түсіп, банкқа барып, банковский счет ашатын боламыз. И банковский счет не үшін керек дейтіндер болса, ол банковский счет арқылы сіздер басқа ар жақтан мына жаққа өзіңізге ақша аудара аласыз. Міне мұнда, путь ютубера деп жазайық. Путь ютубера деп жазылып қапты, жарайды, ешей етпес. Бізге 5000 рубль және де 1 XP берді. Ендігі кезек квест деп жазамыз қазір. Так, квестта қандай квесттар бар? Так, квесттардың ішінен бізге ең жақсы квест. Так, шоппинг. Так, бірақ ең бірінші біз абсолютно здоров дегенге барамыз, потому что бізге медкарта ВЧ-ға кіру үшін керек болады. И қазір ВЧ-ға қарай баратын боламыз. ВЧ-ға деппін ғой, ең бірінші біз өзіміздің керекті больница, яғни ЦБ-ға қарай баратын боламыз. Міне городская больница, Нижногорск дегенді басып, Нижногорсктағы больницаға қарай баратын боламыз. И міне көріп тұрғандарыңыздай біз больницаға қарай кірдік. Городская больница, екіншісіне кіреміз, и получить етіп БП-задание істегенімізді ақша беретін болады. И 5000 рубльға біз медкарта сатып алатын боламыз. Енді оны біз 10 минутта күтетін боламыз. Енді 10 минутта ойыннан шығып кететін болсақ, бізге медкартаның ақшасы да қайтарылмайды, медкартаның өзін де бермейді. Так что сіздер ойыннан шықпай қойыңыздар. И /GPS деп жазып, так, қандай задание істейміз? Бізде шоппинг деген задание істеу керек бізде. Так что біз қазір аксессуарға кіру керек. Мен байқауста одежда деген бас қойдым. Қазір біз аксессуар магазинге қарай баратын боламыз. Так, қайда магазин аксессуаров? И міне көріп тұрғандарыңыздай магазин аксессуаровқа қарай келдік. Аксессуарлардың ішінен біз өзімізге көк очкиді қарай алатын боламыз, потому что сол 10 000 рубльға алсақ бізге 10 000 рубль береді и 1 XP береді. Өзімізге, не плюс емеспіз, не минус емеспіз дегенде ғой. Міне осы көк очкиді аламыз, и бізге 10 XP и 10 000 еме берді, бізге ақша и 1 XP берді. Так, ендігі кезде қандай квест бар? Бізде ЛК деп жазып, өзімізге ЦБ-ға қарай баратын боламыз. И ЦБ-ға барып, так, бұл бізде альстиметр. Оғанға дейін біз өзіміздің подаркымызды алатын боламыз. И ары қарай, осылай бізге Е420 көлігін уақытқа берді. И, мұнда ревардта 5000 рубль тұр екен, ол 5000 рубльді ала саламыз, и біздің қалтамызда 40 000 рубль. Бұл әзірге нормально деп айтуға болады. Так, енді біз мына жаққа келеміз, получение медкарты басып, 10 000 рубльға медкарта сатып алатын боламыз. И біздің уровеніміз екінші уровень 12-ден 5 XP. Енді біз қайда барамыз? Так, ең бірінші біз ВЧ-ға қарай жол тартатын боламыз, чтобы военный частьқа кіріп алу үшін. И солай военный частьқа кіреміз. Так, бізде ең бірінші военкоматқа келеміз. Военкоматқа келіп өзімізге тестті өтеміз. Так, тезірек отдел кадровқа басамыз. И так, это нарушает правила игры. Это нарушает правила игры. Не касается. Так, то причину запрещает наносить урон другим игрокам. Сотрудник анамнау, үшіншісі. И все, бізге 6 000 рубль берді. Мен бұл тестті жатқа білем, так что бұл видеоны стопқа қойып, қарап жасасаңыздар болады. И, біз деген управление транспортқа не үшін келдім десеңіздер, осы задикті мен қазір госқа сливать ететін боламын, чтобы маған 10 000 рубль беру үшін. И сливать етеміз, қалтамызда біздің 64 000 рубль. Енді біз не істейміз? Мопедімізді аламыз, ары қарай военныйға кіреміз. Военный частьқа келдік, бірінші заданиямызды бітірдік, енді екінші заданияға қарай барамыз, яғни барыганы бітірдік, енді кезек баронды жасауға қарай келдік. И біз баронға барып келген болатымыз, жаяу. И достар, сіздерге айтайын, тысымен баруға болады, но админдардың көздеріне көрінеді. И достар, бүгінгі видео соңына дейін қарағандарына рахмет. Давайте.